Армысыздар қазақ елі. Мен Өтепберген Ғабдежелелұлы Сұлтан болам. Мен Қазақстан азаматымын. Руым Байыл Шеркеш. Жасым 58-де. Өткен жылдың аяғында мынау Қазақстан діни мұсылмандар басқармасы бізге қазақтың төл дүние танымында жүрген адамдарға пәтуа шығарыпты. Бұл пәтуада бұл тәңіршілерді шеттету керек, бұларды бөлек жерлеу керек, бұлар кәпірлер деген осындай іспетті пәтуалар шығарған екен. Мен бұған келіспеймін және қарсымын. Мынау қазақ тәңіршілік деген қазақ болу. Қазақтың салт дәстүрі, әдет ғұрпы, ырым тиымдары, оның бәрі тәңіршіліктен алынған. Кезінде сонау тәңірші болып тұрған кезімізде бүкіл Сібірден Европаға дейін жерлердің бәрін басып алып, билеп төстеген, әмірін жүргізген, мәдениетін таратқан халық едік. Бұл кезде алтыннан киім кидік, күмістен түйін түйдік. Бүкіл әлемге шалбар киюді үйреттік. Ең күшті қару-жарақтың ең бірінші ойлап тапқан біз, садақ деген сияқты. Найза, қылыш, осының бәрін ойлап тапқан біз. Осындай тәңіршіл болған кезімізде күркіреп алдымызға еш елді, халықты келтірмегенбіз. Бірақ әділетті басқарғанбыз. Мынау көп адамдар біле бермейді, 10 ғасырдан бері мұсылман ислам дініндеміз деп имамдар айтып жүр. Негізі мүлде олай емес. Ислам діні Берке Өзбек хандардың кезінде келген.